Армысыздар, футбол жанкүйерлері, футбол сүйер қауым. Бүгін бізде кезекті шығарылым әдеттегідей Чемпиондар Лигасының алғашқы ойындары жайлы айтатын боламыз. Және қымбатты көрермен, енді бұл біздің алғашқы жобамыз болғаннан кейін сіздерден міндетті түрде қолдау қажет. Және әрбір шығарылымға лайк басыңыздар, достарыңызға репост жасаңыздар, және пікірлер бөлімінде комментарий жазсаңыздар да болады. Жалпы Арсенал, ПСЖ, Барса, Интер командаларында не жетіспеді соңғы ойындарда, соны да жаза кетіңіздер, не болмаса біздің осы сарапшыларымызға сұрақ қойсаңыздар да болады. Біз әрбір шығарылымда оны міндетті түрде оқып, осы жерде талдап айтып беретін боламыз. Ендеше біздің бүгінгі сарапшылар әдеттегідей Дидар Қадыров және Нұркен Мырзағалиев. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Рахмет. Бұл дивандағы сарапшы, бұл біздің көрермендер де біледі енді. Енді алғашқы ойын аяқталды. Арсенал ПСЖ көптен күткен матч болды. Бірақ Арсенал неліктен бірінші голды жіберіп алды да, неге өз ойын таба алмады? Нұркен мырза. Арсенал ойынға көшпей тұрып, мен айтайын дегенім, Чемпиондар Лигасы қатысты. Чемпиондар Лигасында уақыт өте келе формат өзгеру мүмкін, осы маусымдағыдай. Ойыншылар өзгеру мүмкін. Бұрынғы сіз қараған ойыншылар қазір болмауы мүмкін кезінде, командалардың құрамы өзгеру мүмкін. Бірақ бір өзгермейтін дүние бұл жартылай финалдағы тартысты ойын, бәсеке және бір магияның элементтері бар да. Магияны сол үшін осы этапты сүйсіне қарайсың да, кәдімгідей күтесің ғой, осы бір чемпионат мирі күткенде күтесің ғой осы ойындарды. Өйткені Арсенал ойнап жатыр ғой енді. Сыйқыр туралы айтсақ бәрі. Жарайды, Арсеналға тоқталамыз. Асықпа. Жалпы бұл ойыннан не күттім? Біздер алдыңғы бағдарламада қос команданы сараладық. Басынан аяғына дейін шабуылдағы әрекеттері, қорғаныстағы әрекеттері, көрермендерге айта кетерім, сол шығарылымдарда міндетті түрде қарап шығыңыздар, себебі осы шығарылымда айтылған тактикалық дүниелер біздің ойында болды. Соған қазір басты назар аударамыз. ПСЖ ең бірінші болып гол соқты. Бірақ мен байқағаным, ПСЖ-ның ортаңғы шебіндегі үш ойыншыны алдыңғы бағдарламада атап өттік қой біздер. Руиз, Витинья, Невиш үшеуден керемет қозғалды. Кәдімгідей бір, әсіресе бірінші таймда олардың қозғалыстары, позиция алмастыруы, кәдімгідей бас айналдыратындай ойын ойнады ғой. Бұдан бөлек, бұл үш ойыншыға қарсы тұрған Арсеналдың үш ойыншысында кейбір кездері бір реакция жетпей қалып жүрді. Әсіресе Меринаға қозғалу жағынан. Дәл осы кезде эфирдің алдында талқылағандай партияда жетіспеген сияқты нағыз қара күш, ортада доп алдай білетін, өзінің позициясын нық ұстайтын, оның орнына кім келді? Тросар. Жоқ, партияның орнына. Райс тіреуші жартылай қорғаушы болып ойнады, бірақ бұл оның позициясы емес, ол жоғарырақ ойнау керек. Мерина шабуылда ойнап жүрген жігіт Райстың орнын басады, бірақ Мерина испандық футболшы болғанымен ол тактикалық тұрғыда мүмкін жақсы шығар, білімі жақсы, бірақ кейбір кездері реакция кезінде үлгермей жүрді. Сол туралы айтқым келіп тұр, өйткені сен де айттың, дұрыс, өйткені дисквалификацияны алып, Реалдан кейін партия шыға алмай қалды. Дәл осы ойында. Содан соң Райс опоркаға түсті, Райстың орнына Мерина шығып жатыр, орталық шабуылшы емес болып, ал орталық шабуылшы болып Тросард бірінші минуттардан шықты. Мерина үшін бұл ыңғайсыз кішкене позиция болып қалған сияқты, ол үлгере алмай, дәл осы Дембеленің зонасын жаба алмай келген сияқты. Біріншіден, екіншіден, біз эксперимент ретінде сол қапталда қорғаныста кім шығатын болатын осындай сұрақ қойдық қой. Майлс Льюис Келли, Кивер негізі менің ойымша бір көп сұрақ болмаған сияқты осы ойыншыларға. Әріптестер, онда статистикаға көшейік. Қызықты бізде ақпарат бар. Бұл Huddle компаниясының әлемдік тәжірибесі бар компаниясының берген статистикасы XG бойынша ПСЖ гол салғанымен Арсеналдың XG жоғарылау. Неге? Себебі Арсеналда қауіпті сәттер болды, жақсы сәттер болды, әсіресе екінші таймда, бірақ олар пайдалана алмады. Соққылар, қақпаға бағытталған соққылар, айып алаңның ішінен тепкен соққыларды көріп отырсыздар. Қазір экранға сіздің алдыңызға көрсетеді, бұны мұқият қарап аласыздар. Айып алаңның сыртынан тепкен соққылар. Ол соққының орташа дистанциясы Арсенал қақпаға жақынырақ тепкен доптарды, және бұрыштамалар 3-1, айып соққылар 4-0, офсайд 4-1, ереже бұзу 1 деп айтуға болады. Қазір осы статистикаға сүйене отырып, біздер әрі қарай
эпизодтарымызға көшейік. Комментарийде жазды ғой бір көрермен 8,5-тен аз угловой болады деп. Өзің жағынан Шыққан сияқты, иә. Дәл тапты, иә. Мынау енді жігіттер бірінші соғылған гол ойынның басы. Бұл жерде неге назар аударамыз? Айтып өткендей, ПСЖ-ның ортадағы жігіттері Руиз, мынау қателеспесем, Витинья, олардың қозғалуы, олар қозғалған сайын, олардың артынан көлеңке ретінде Арсеналдың ойыншылары ығысады. Және де Невиш сәл жоғарылау тұр. Мұндай бір керемет зона ашады Дембелеге. Дембеле осы зонаға ашылады, және де бұл жердегі қорғаушы, ПСЖ-ның қорғаушысы пас береді. Бұл жерде Меринаға назар аударамыз. Қазір қайталап көреміз, Мерина сәл ғана кідіріп, тамаша бір позицияда ең қымбат билетті алып, футбол қарап отыр да, бұл жерде негізінде шыны керек. Бұл жерде Меринаның ығысатын жері, Мерина ығысқан кезде, мына жігіттер қозғалған кезде, Арсенал жігіттер Меринада қозғалу керек еді. Жоқ, Мерина емес, бұл Мартинелли. Кешірім өтінем, Мартинелли. Негізінде футбол қарап қалған жігіт. Дәл осы Дембеленің ығысуын біз алдыңғы бағдарламада талқылағанбыз. Алдында айттық. Төмпештеп көрсеттік, ПСЖ қарымта шабуылға қалай шығады. Осы Дембеле, жаңа қазақшылап айтқанда алдамшы тоғыздық дейді ғой. Ложный девятка ретінде зона іздейді, сол зоналарға ашыла біледі. Және де қасындағы ойнап жүрген әріптестері, командадағы әсіресе орталықтағы ойыншылар, бұлар бұл зонаны жақсы аша біледі. Ливерпульмен болған ойында да талқылап өттік, дәл осындай қимылдар болды. Және де менде де тағы да бір пікір болды. Мына жерде кадрдан тыс қалған қорғаушылар бар. Арсеналдың бір қызығы осы ойында 4 қорғаушымен өнер көрсетті ғой. Бірақ мына Дембеле мен екі орталық қорғаушының біреуі неге бармады деген сұрақ қойғым келеді. Және жерде Невиш көтеріліп тұр. Одан бөлек үстіңгі жағында ойнаған бізде кім болды? Дуэ болды ма? Дуэ бар. Бірақ дегенмен де негізінде егер де мына Дембеленің артынан бір орталық қорғаушы көтерілген кезде, Дембелеге доп қабылдауға, ямасы бұрылуға мүмкіндік берген кезде, мүмкін басқаша болар еді деген сияқты ой келеді. Бірақ Дембеле артқа қарай түсіп, бос кеңістікке асықпай бұрылады қақпаға қарай. Демек бұда бір 2-3 секунд уақыты болады, ары қарай қақпаға қарай доппен жылжиды. Бұны қазір келесі слайдта көрсетейін сізге. Дәл осы зонада прессингке шығып жатыр ғой, 3-3 болып. Эдегор прессингті бастап жатыр, ана жақтан Тросар қосылып, Маркинисті жауып тастаған, Мендешті Сака қарсы алып жатыр. Ана жақта тек қана Мартинелли қалып тұрды. Өйткені қорғаныста болса, Майлс Льюис Келли Дуэні ұстап тұрған, Кивер мен Салиба түсінікті жай зонаны ұстап жатыр. Сондықтан Мартинеллінің көмегі керек еді. Ал Мартинелли ауысым бойы. Кивер мен Салиба, соның мысалы Кивер мүмкін. Дембеленің артына бара салуға болады ниет деген сан ойын келеді. Кімнің Киверге қалай реакция жасауға болады, енді Мартинеллидің футбол қарап тұрған көріп тұр ол. Бара салуға болады да. Мартинелли енді шабуылдаушы футболшы болғандықтан бұған енді бұл қателікті кешірмейміз. Бірақ дегенмен де бұл көбінесе шабуылды ойлайтын ойыншы ғой. Сол жерде футбол қарап қалды. Алдында Габриэль Мартинелли қалып қалса, онда Габриэл болса, мүмкін дәл осы шабуылшы, дәл осы қорғаушы мүмкін шығып дұрыс ойнаушы еді Дембелеге қарсы. Ол да жоқ, жарақатқа байланысты, сондықтан бастап құрамда Кивер шықты. Жарайды, келесі слайдқа көшейік. Бұл осы шабуылдың бастауы ғой енді. Өрбуі негізі. Жаңа бастауы болды, енді өрбуі. Дембеле доппен қарай, бетпен бұрылды қақпаға қарай. Мына жерде Фабиан Руиздің қалай қосқанын көрдіңіз, дуга жасап, өзімен бірге мына жерде Тимбер, қателеспесем, соны алып кетеді. Тимберді алып кетеді, ол қақпаға қарай жылжиды. Створ ворот дейміз, ол створ ворот жылжиды. Ана жерде мен айтқан жаңағы Невиш тұр, Дуэ тұр. Бұдан бөлек мына жақта Хакими қосылып келе жатыр. Бұлар численное преимущество дейміз ғой. Сондай жасауға тырысып жатыр да. Мына жерде көріп отырсыңдар 2-2, Хакими қосылған кезде 3-2 болуы мүмкін. Бұл жерде демек бір сызықты сақтауға тырысты Арсенал. Дембеле доппен бұрылды, Мартинеллді әрде көріп отырсыздар, полу позицияда Мартинелли үстіңгі жағында. Және де Руиз қозғалады, Невиш қозғалады үстіге қарай. Бұл осы зонаны, бос кеңістікті ұстап тұруға көмектеседі. Дембеле ары қарай шабуыл өрбеген кезде ортаға жылжиды. Руиз өзімен бірге Тимберді алып кетеді ана жаққа, айбаланың ішіне қарай.
Ал мына жерде Кварацхелия бір өзі қалып қойып, допты емін еркін қабылдап, ары қарай голды барлығын жанкүйерлердің естеріңізде болар. Доп Кварацхелияға келеді. Кварацхелияны Тимбер күтіп алады. Және де оның алдында бағдарламада тағы да айтып өттік. Кварацхелияның аурасы, оның аты Еуропадағы ең мықты дриблер деген, ол міндетті түрде Арсеналдың қорғаушыларына әсер етеді. Неге? Себебі дәл осы сәтте мына Райсты көріп отырсыздар ғой. Райс айбаланы жүгіріп келеді да, ол орталық қорғаушыларға қысылады, жақындайды. Бірақ Тимбердің Кварацхелияға қарсы бірге-бірі қалып қойғанын көріп, ол зонаны тастап, кімге қарай ұмтылады? Тимберге қарай ұмтылады. Себебі ол жерде түсінікті, ол қорқып отыр. Қазір Кварацхелия допты оң аяғына алып, тебуі мүмкін дальний уголға. Сол себепті Райс сүйре қарай қозғалады да, дәл сол сәтте айып алаңның сызығында, кірер берісінде ашық зона қалып қояды. Сол зонаға Меринда үлгермей қалады, Дембеле ашыла біледі екінші теппен. Және де бір жағынан Кварацхелияның берген пасы бір атап айтқанда бір жақсы болмады да, доп секіріп кетті, бірақ дегенмен де Дембеле допты ырғағына бағындырып, соққы жасады. Арсеналдың қақпашысы бұл соққыны көрмеді райы. Дәл осылай ойында есеп ашылады. Біз айтқан, қайталап айтамын, біз талқылаған дүниелердің барлығы бұнда бар. Мен осы ойынды біріншіден гол көру үшін емес, біз айтқан дүниелер көреміз ба, көрмейміз ба, сол қызық болып да маған тактикалық дүниелер, ойыншылардың қозғалуы, ойыншылардың ашылуы деген сияқты. Дәл осылай бірінші гол соғылады. Ойынның басында ПСЖ өзіне психологиялық түрде преимущество алады. Арсеналдың алдында. Осы гол жеріп қойғаннан кейін Артетаны қайта-қайта көрсетті ғой режиссерлар. Қайта-қайта үлкен планмен, крупный планмен көрсетті. Оның жаңа бетінде недоумение дейді ғой. Сондай болды ғой, шок болды кәдімгі. Себебі күтпеген, ол мүлдем күтпеген, бірінші минутта осылай гол жеріп қоямыз деп. Бұл планға кірмеген гол ғой негізінде. Мүмкін ойлаған шығар, ПСЖ-дан жібереміз, бірақ бірінші минутта емес. Және де мүмкін Арсенал бірінші жіберіп, екінші голды ПСЖ соғуы мүмкін деген сияқты әртүрлі сценарийлер болуы мүмкін ғой, бірақ бірінші гол кәдімгідей тек қана Артетаны емес, жиналған жанкүйерлердің барлығын шокқа айналдырған сияқты болды да. Келесі сәттерге көшіп өтейік. Бұл бірінші тайм соңында Дидар мырза бізге атап өткен Луис Майлс Келли, дұрыс па? Сол жақ қорғаушы. Осы ойында ол орталыққа қосылу арқылы ПСЖ-ның ойындағы қорғаныс жағынан бір өзгерістер енгізді. ПСЖ-ның ойыншылары бүгін дайын болмады. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде әр ойыншы Арсеналдың ойыншысымен қозғалуда. Мына жерде қателеспесем Невиш, Райспен ойнауда, Диас кімді, Эдегордың зонасын бақылауда, ары қарай үстіде Дуэ өзінің ойыншысымен ойнауда. Ал Луис Майлс Келли біріншіден орталыққа кіреді, допты қабылдайды, және де оп-оңай Невиштен айналып өтеді. Бұл осы жас жігіттің негізінде жаңағы үздік қасиеті. Прессинг астында доппен айнала білу, допты аяғында нық ұстау, оның жаңағы аяққа нық тұруы да бір жақсы керемет дүние да. Мұндай ойыншыларды көре бермейсің. Өйткені ол жеке шеберлік арқылы бос кеңестерді өзі таба алады. Біріншіден, екіншіден сондай бос кеңестерді ПСЖ беріп тастайды. Өйткені мына жерде Невишті күтпей қалды ғой. Ортада дриблингпен сол қапталғы қорғаушы дриблингке өтеді, өзі бұлай сытылып кете алады деп. Ал мына жерде Меринда бос болып қалады, мына жерде Трасар, қапталда Мартинель қалып қалған, плюс осы зонда 3 шабуылшы, 2 қорғаушы ғана. Бір қызығы, мына жас ойыншы болғанымен, неше жас? 18-де. 18-де ғой. Бұл жерде жас ойыншы болса, басқа жас ойыншы болған кезде, оған пас бере салатын еді, жақын тұрған ойыншыларға тезет доптан құтылайыншы деген сияқты. Бұл допты өзі алып өтеді, ар жағында мына ПСЖ-ның екі қорғаушысының реакциясына қарайды да, ар жағында Мартинеллидің шабуылға қосылғанын күтеді. Міне осы кез. Көрдіңіздер, мына жас жігіт Луис Майлс Келли ортаға ығысты, оны ойыншылар күтіп алуға тырысуда. Хакими. Бірақ ол бір кішкене ғана пауз ұстап, кідіріп, Мартинеллидің жылдамдық жинағанын күтіп, сол жерге дәл пас береді. Осы ойындағы Арсеналдың бірінші керемет мүмкіндігі ғой. 100% гол соғуға тарлық па негізі? Мен негізде гол кіреді деп ойладым бұл жерде.
Мартинелли, бірақ теуіп отқан кезде есіме түсіп кетті, Мартинелли екен, все, ары қарай қарамауға болады деп. Себебі енді бұл жерде қақпаға шыққанда түсінікті миллисекунд сенде, иә, шешім қабылдауға. Бірақ сен, ладно, біздер шықса екен, аптасына бір рет осы топ тебетін. Ол деген күнде осындай ситуацияда болады ғой. Тоғыздыққа қадапса шешші алдына, жақын тоғыздыққа қадапса дымын қалдырмай, шанс қалдырмай қақпашыға. Жай тебе салады, оны кім қайтара біледі, жаңағы Донарума. Сол себепті Мартинеллидің бұл жерге енді претензия айтатын жері шынымен де. Техникаға сеніп, дәл қақпашыға тебеді ғой осы кезде. Негізінен осы жер тұста Арсенал теңестірсе, бірінші таймның аяғы соңғы да уже қайтан обнуление болып, екінші таймға бірде-бір есебімен шығатын еді. Ал негізі бұл Майлз Льюис Келлидің бір қимылы ғой ортада. Өткен соң дриблинг арқылы кетеді, өзіне қорғаушыларды бәрін шақырып алады, керемет пасты бере салады, ал Мартинелли болды. Шешіп таста. Өткен бағдарламада осыны да Дидар мырза айтып өтті. Ол Арсеналдың бір осы ойыншы негізгі құрамына шыға бастағанда бір фишкасы ғой Арсеналдың. Ортаға оны ығыстыру арқылы, ортаға олысқан кезде Арсенал ойыншылардың сан басымдылығы жағынан не алады, преимущество алады. Соны Арсенал жақсы пайдаланып кетті да, бір осы жас жігіттің шеберлігінің арқасында осындай тамаша эпизод жасап тұр. Бұған дейін Арсеналда негізінен андай 100% момент болған жоқ. ПСЖ-ның тағы да бір шабуылы. Естеріңізде болса, Дуе бұл жерде есепті 2-0-ге жеткізу мүмкін еді. Себебі өте қауіпті соққы болды да. Арсенал қайтадан оң қапталмен шабуылдайды. Бұл жерде испандық жігіт Фабиан Руиздің рөлін атап өтеміз. Дәл осында қосылу шабуылға өзімен бірге ойыншыны алып кету, зона босату, осы Руизде көп болды ғой. Ол жігіт доппен көп жанаспаса да, осындай қара жұмысты, көзге көрінбейтін қара жұмысты, жаңа рывок жасау деген сияқты дүниелерді, өзіне қорғаушылардың назарын аударып алу сияқты дүниелерді бұл ойыншы өте көп жасады. Негізінде осындай ойындарда жаңағы көзге көрінбейтін қаһармандар болады ғой. Осы қаһармандардың бірі, ойындағы басты ойыншылардың бірі осы Руиз негізінде. Мына жерде қараңыздар, керемет өзімен бірге Эдегор ғой, қателеспесем, Эдегорды бірге алып кетеді. Мынандай керемет зонаға алып қояды, бұл зонаға Дуэ ығысады, допты қабылдап, алға қарай шамалы жүріп, противоход кімге ұрады? Раяға, бірақ Раяның тамаша реакциясы. Мен шыны керек, бұл жерде ойладым, бітті 2-0, себебі Дуэ қазір допты қадап тастайды бар қақпаға. Бірақ Раяның нені шеберлігін атап өту керек. Бұл жерде керемет шабуыл негізінде, және де осындай біздің бағдарлама не үшін? Осындай Руиздің ашылуларын көрсету үшін керемет дүние. Футбол тек қана гол мен пастан тұрмайды. Футбол алаңдағы допсыз қозғалатын қимылдардан тұрады. Соны көре білсеңіздер, футболдан бөлек ләззат аласыздар ғой сіздер. Тағы да бір эпизод маған ұнаған, бұл ПСЖ-ның ойынның аяғындағы шабуылдары. Бұл жерде бірнеше ойыншылар ауысқан уже, әсіресе ПСЖ-де Гонсало Рамос шықты, Барколя шықты. Және де енді Арсенал ойының соң болған соң, енді Арсеналда артқа қарап өз қорғанысына көп көңілдің бөлудің қажеті болмады негізінде, алға жүгіре бастады. Демек, бұл жерде де керемет эпизод болды. ПСЖ жаңағы бұл ойынның екі ойыннан тұратын текетіресін тағдырын шешетін мүмкіндік болды. Мына жерде қараңыздаршы, Барколя кімге қарай береді? Гонсало Рамосқа. Гонсало Рамос зонаға кіре біледі, Кивиордың артындағы. Кейін бір касаниемен Рамос қайтадан голды пасты қайтарады, Барколя ішке қарай кіреді, айбалаңынан соққы жасайды, бірақ Рая тағы қайтарады. Ана жерде кімнің орнына, Тимбердің орнына Бен Уайт шықты. Сол сәл ғана кідіріп қалады, ондай Бен Уайт ойынға кірмеген сияқты бір әсер қалдырды да, кірмей қалған. Сосын байқағанымыз, Артета тек қана 2 ойыншыны алмастырды бұл ойында. Демек, бұл кадрлық проблемалардың барлығы. Басқа ойыншыларға енді жауапкершілікті таққанша, мүмкінше енді барынша шыдай тұр. 2 ойыншы тыңнаңыз қосылады, қорғаушылар оның өзі. Және енді сонымен енді ойынды аяқтаған секілді. Басқа футболшылар тағы да шығарған кезде енді білмейміз, есеп бәлкім басқалай да болар ма еді. Қалай ойлайсыздар? Білмеймін, енді Дидар Арсеналдың фанаты болғандықтан жақсы білетін шығар. Ол дәл осындай ойында, қиын ойында. Топ кластағы ойын кездесуде Арсеналдың құрамында болды ма тағы ойыншылар? Себебі Жоржиньода жарақат болды, дұрыс па? Әлде Жоржиньодан бастайсыңдар. Біздер енді
тәжірибелі ойыншыларды атап өтеміз. Иә. Ондай ойында енді тәжірибесі ойыншылар керек қой, тәжірибесі бар. Әрине. иә Кім шығаруға болады енді? Габриэль Жезус жоқ, Хаверс жоқ, Жоржиньо жоқ. Артезаның өзі барымен базар болды осыны Иә, аяқтайды сол деген ғой, сияқты. резервте кім бар? Иә. Рахим Стерлинг сол туралы енді бәрін айттық қой, енді біткен сияқты. Енді келесі командада Челсиға қайта оралса да Стерлинг өз-өзін көрсете алмайды. Дәл осы Арсеналда ол ойынды күште алмайды. Негізі Стерлингтің алтын дәуірі өз сол Челсида жүрген кезде өзі аяқталған секілді емес. Одан кейін мүлде Арсеналға келіп жарқырап көзге түспеді, иә? Резервтен шығып жатқан Бен Уайт, одан кейін кім? Эпн Ванери. 17 жастағы жігіт шабуылға қосылады да, Эдегордың орны мүлдем ештеңе енді өзгермейді. Демек, Дидар мырза мүмкін Арсеналға бірінші құрамын жақсы ойыншылармен толықтырып, сосын барып Чемпиондар лигасын алуға. 4 маусым бойы соны айтып отырмыз. Соны айтып отырмыз. 4 жылдан кейін қайта келген. Қайтадан енді. Арсеналдың қожайындарының несі жоқ па, номері жоқ па, жазып жіберейікші. Енді Арсеналда ешкім сенбейтін сияқты қазір. Осы маусымда енді Чемпиондар лигасын алмаса, Артетаға көп сұрақ туындайды. Бәрі айтып жатқан сияқты, АПЛ-да алу керек, осы маусымда алмаған сияқты. Енді түсінікті, Ливерпуль Чемпиондар лигасында енді Пари Сен-Жерменге қарсы бірінші ойыннан кейін 0-1, Парижге барып, енді фаворит болмайды ғой. Парижге барып қадалып қайтса тіпті Жоқ, обидно ғой қадалмайды біріншіден. Екіншіден кім қосылсын? Жарақаттағы ойыншылар қосылады. Жоқ, ол дисквалификациядан кейін партий қосылады біріншіден. Екіншіден Райс өз позициясына қайта оралады. Иә, Мерино орталық шабуылшы болып шыға берсін. Трассартқа қарағанда көбірек КПД әкелетін сияқты. Екіншіден стандарттар. Енді тағы бір нәрсе бар да. Енді Трассард мына ойында негізі ең бастапқы осы 30-40 минуттарда сол қаптал айқыр шабуылдай берді. Тіпті бір соққында жасап жүрді ғой негізі. Өте қауіпті соққы жасады. Бірақ Трассардтың позициясы емес қой бұл. Көрініп тұр оған ыңғайсыз. Не оның жаңағы допқа таласатын не бойы жоқ, не корпусы жоқ. Бұған Мартинелли сияқты бос кеңістік талап ететін ойыншы ғой негізінде. Амал жоқтан шықты ғой ол жерде Трассард. Таза мүмкіндік дейді ғой ол. Сен допты алып жатқанда, сен артында бір қорғаушы болмаса, корпусты разворачивать етіп, қақпаға қарап тұрсаң, сондай мүмкіндік керек та Трассардқа. Ол Мерино сияқты қара жұмысты атқарып, екінші қабатта жақсы баспен ойнап, скидка жасап, кішкене қорғаушыларды ұстап, солай ойнай алмайды да, оның мәнері басқа. Таза вингер болғандықтан. Ол сондықтан сол қапталға барып, Мартинеллимен бірге сдваивать етіп дейді ғой, орысша дегенде ол сдваивать етіп, ол бір қапталда екі ойыншы, екі вингер қалып қалса, онда ғана мүмкіндік туындайды болды. Ал Арсеналда сонда минус бір опция болып қалады да, тағы бір. Демек, бұл проблема неден пайда болды? Партийдің жоқ болуынан. Мен ойымша партияда жетіспеді бұл ойында. Жаңа себебі біз айтып отқан қорғаушылардың алдындағы зоналар бар ғой. Сол зоналар негізінде өзінің жұмысын нақ білетін, мақсатын нақ білетін, тіреуіш қорғаушы болу керек. Райстың позициясы емес, тағы да айтып өтеміз. Және де Мериноның енді шабуылда ойнағаны жақсырақ та. Себебі ортада Райспен бізде Эдегар жылдам қимылдайтын реакция беретін болса, Мерино кідіріп қалады да шамалы. Реалға қарсы қалай ойнаған Арсенал, дәл осындай жылдам бір қарымта шабуылдар кезде бір сызыққа түсіп кеткен партий, Райс осы жерде опоркада ойнап жүрген, сондықтан одай кішкене еркіндік болғандықтан ол да қосылып жүретін еді. Ал мына жерде Райс көріп тұр, Уайт үлгермей жатыр. Уайт ана қапталда келе жатқан ойыншыға қарап жатыр. Райс түсет, үлгермей жатып болды. Қаншама бос аймақ қалып қалады. Және де ПСЖ қатысты бір байқаған дүние, оның алдыңғы бағдарламада тағы да айтып өтем, құрметті көрермендер, қарап шығыңыздар ПСЖ қатысты біздің шығарылымымызды. Оның алдыңғы ойында ПСЖ-ның екі фулбегі жоғары көтерілетін еді. Ал мына ойында демек Луис Энрикке қорыққан болар. Хакими қосылған кезде мына жақта Мендеш міндетті түрде қалып қояды. Мендеш қалып жаңа баланс жасайды. Екі орталық қорғаушы көмектесіп, сондай сәттер көп болды да мен күтіп отырдым да, қазір Мендеш та қосылады шығар-ау деп. Бірақ оны біріншіден Кварацхелия ойнады. Кварацхелия енді жақсы дриблер, бірақ допты жоғалтуы мүмкін ғой.
екі ойыншы қарсы алса доп жоғалтуы мүмкін. Егер де Мендеш Кварацхелиямен бірге қосылатын болса, Кварацхелия доп жоғалтып алатын болса, артта ешкім жоқ қайтады. Сол себептен бұл жерден Луис Энрике сол мәселені ойлаған болар. Кварацхелияның артындағы зонаны жабу үшін бір адам болу керек. Екіншіден сол Хакимиге үміт артты ғой. Хакими бұл ойында бір қызық стильде ойнады. Ол тек қана бір өзінің қапталын жауып отырған жоқ, ол ортаға да ығысты, пол флангты да жапты, сондай бір еркіндік беріп қойды. Біз қазір студияда жаңа бір не шығарамыз, плеймейкер дейді ғой, ана фантазисті. Еркіндік беріп қоятын ойыншы. Бұл еркіндік беріп қойған фулбек болды ғой. Деген істеді, анда ойсат, мында ойсат, алға қарай барады, артқа қарай қайтады. Мына жақта Майлс Льюис Келли дәл сондай мәндерде ойнаса, БСЖ-да бұл Ашраф Хакими. Сондықтан асимметрия болғандықтан сол қапталды қорғаушы дәл сол Хакими сияқты шабуылға қосыла алмайды. Ол қалып қалады. Өйткені артта да кім Маркиньос пен кім Вильям Пачо ғана тұр. Тағы бір сұрақ, Дидар мырза, мына кім Майлс Льюис Келли, оның негізгі позициясы қандай вообще? Сол қапталғы қорғаушы. Точно ма? Иә. Сосын оның доппен жұмыс жасағанына байланысты, оның қозғалғанына қарағанда бұл негізінде орталықта ойнайтын ойыншы сияқты. Мына жерде тағы бір плашка шығады ғой, билдап деген нәрсе. Сол билдапта ол ортаға көтеріледі. Мына жақта Тимбер, Салиба, Габриэл қалады. Осы ойында Габриэл емес, түсінікті бұл Кивер болады. Сондай мәнерде ойнайды. Мына жас жігіттің ортаға ысқанда, сол осы эпизодта ол доппен қимылдаған кезде менде бірінші ой пайда болған. Мынау негізінде позициясын өзгертіп, қор болып жүрген жігіт-ау деп, негізінде ортада ойнау керек мына жігіт деп ойлап жүрдім да. Жоқ, ол академиядан бастап солай ойнап жүр. Манчестер Сити Пеп Гвардиола 2-3 жыл бұрын солай ойнаған еді. Жау Кансело болғанда. Ол сол қапталдан ортаға ойсатты. Осы жерде, осы зонада преимущество әкеледі. Өйткені мына жерде Родри, Кансело, артында үш қорғаушы қалып қалады. Арсенал сондай бір схемамен ойнап отыр әлі де. Бірақ сен Хакими мен Майлс Льюис Келлиді салыстырып өттің ғой. Бұл ойыншылардың ерекшелігі бар. Хакими ол премьер линияны үйрек дейміз ғой. Жылдамдығына үміт артатын ойыншы ғой. Майлс Льюис Келли жылдамдығы бар бұның жігіттің, құдайға шүкір. Бірақ бұдан бөлек доптан нық тұратыны аяқты. Ешкім құлата алмайды ғой, ана қайта-қайта Невиш итеріп жатыр. Басқа да ойыншылар аяғына шалып құлатқысы келеді, аяғына нық тұра беретін, техникасы мықты. Және де тағы да қайталап өтем, мына позицияда ол деген басқа жас ойыншы болса, ол доптан тезетіп құтылайынша, артында бір қарсылар жүгіріп келе жатыр, қазір айырылып қалсам не болады деген сияқты ой болатын еді басқа ойыншыда. Ол асықпай ана жаққа дейін доп жеткізіп, Мартинеллидің ашылғанын күтіп, сондай бір пауза берді да, білмеймін, бір чемпиондар лигасында бір 10 жыл ойнап жүрген жігіттер сияқты да. Соған таң қаласың, және де осындай ойыншылардың барына қуанасың ғой негізінде. Мен де Ернұр мырза сияқты ESPN-ді оқып жүрдім. Сол сараптама шықты. Осындай бір элементтер бар да. Низкий центр тяжести дейді ғой. Майлс Льюис Келли дәл сондай ойыншы. Ол балансы жақсы ұстайды. Сондықтан оны итерсең де ол дриблинг арқылы алға өте береді. Сол арқылы және де екінші нәрсе барды Майлс Льюис Келлиде, ол қорықпайды, дриблинг арқылы өте береді. 2-3 ойыншыны керек болса алдап без проблем. Тұрандағы Абину Нұрбет сияқты дейсіз. Салыстыра салды. Аналогиясы. Осы ойынға тағы да бір тоқтала кететін жайт, бұл Хадл компаниясының керемет графикасы, ПСЖ-ның қақпасынан бағытталған Арсеналдың соққылары. Қызыл дөңгелектегі ол қақпан нақ кірген доптар, бағытталған доптар, бұдан бөлек барлығы 10 соққы дейді. Жаңа 3 соққыға төтеп берді қорғаушылар. Гол түсінікті, Дидардың көзін ауыртатын цифры бұл деген. Және де көбінесе байқаңыз, негізі соққылардың, Арсеналдың көбісі соққылары орталыққа келгенде, қақпаның ортасына. Мүмкін сол себепті де шығар Доноруmmаға кейбір сәттерде онша қиындық болған жоқ. Осы соққылардың біреуі бұрышқа кірген кезде мүмкін гол бар деген сияқты ой келеді негізінде. 3 мүмкіндік болды ғой негізі. Біріншісі бұл дәл осы Мартинеллидің соққысы, одан кейін Тросард бірде-бір шықты. Донарумма керемет сейфті жасап, сол 0-ді сақтап қалдыған. Ал 3-ші мүмкіндік бұл стандарт. Офсайдтан соғылған гол. Микель Мерина.
Келесі бізде бұл енді ПСЖ-ның соққылары. Бұнда да көріп отырғаныңыздай қақпаға дәл бағыттаған соққылардың өзі көбісі ортамен, иә, көкпен белгіленген 4-ші, 5-ші, 6-шы соққы. Бірақ гол соқылған бұрышқа қарай гол кірді, иә. Демек сол айтып отқаным сол ғой, егер де Арсенал бұрышқа ұрғанда гол болатын бе деп. Және де бұдан бөлек қаншама соққы болды, қақпадан қиыс кеткен, қақпаның маңдайшасына тиген соққылар болды. Дембеле тепті емес пе былай қарай? Иә, Дембеле. Ал мына Гонсало Рамоштың. Онша емес соқты болды да, бірақ сонда жеріп қойды дейсің. Жалпы жігіттер, енді бұл ойынды қарап отырып, бірінші тайм ортасына, бірінші тайммен атамын, менде қандай ой келді, қазір Дидар мырза құлағын жауып қойса болады. Негізінде мойындау керек, Микель Артета өзінің отандасы, коллегасы Луис Энрикеге тактикалық түрде жеңіліп қалды бұл ойында. Себебі осы біз талқылаған, оның алдында бағдарлама талқылаған моменттердің барлығы Арсеналдың бапкерлері көрді, міндетті түрде, аналитиктері көрді. Бірақ соларға төтеп беретін бір жоспар болмаған сияқты, болса да ол жоспар орындалмады көрінді. Себебі енді бірінші таймнан кейін Арсеналдың ойыны өзгерді, бірақ бұл жерде енді ПСЖ-да да өзінің планын, жоспарын өзгерткен болар, себебі 1-0 алды олар. Енді Арсеналда тек қарымта шабуылда ұстайтын жоспар болған шығар. Ал Арсенал ортаны реттеп алғанмен бірінші таймнан кейін жаңа ортадағы зоналардың аймақтардың ашылуын онда көп болмады да, бірақ дегенмен де Трассардың соққысынан басқа, Мартинеллің соққысынан басқа бірінші тайм аяғындағы бір аса бір уверенность болмады да, қазір Арсенал бір күшті қауіпті момент жасап, гол соғып кетеді деген сияқты. Иә, сенімділік жетіспеді. Басқа командаларға қарағанда Барселона болсын, Интер болсын, Пари Сен-Жермен де Арсеналдың обоймасы бұл тек қана 12-13 ойыншы. Стандарттар дайындалды Арсенал. Неше түрлі қызық дүниелер болды. Райстың стандартынан негізі гол күткен секілді едім, мен бірақ болмады. Жоқ, қақпаның бұрышына қарай тепкен еді. Ернұр, енді Райс Реалға 2 гол салғаннан кейін, енді любой жанкүйер, любой журналист күтіп отырады қазір. Райс тағы берген емес қой. Каждый ойында гол салатын дейсің. Жоқ, енді мұндай дүниелер, әсел сені Райстың 9-қа келген соққылары, сен Райсқа дәл сондай тағы да 10 мүмкіндік берші. Ол тиюі мүмкін да, сол гол соғуы. Бұл жерде енді андай болады, кейбір ойыншылар кейбір ойында да өз күтпеген жерден өзінің қасиеттерін көрсетіп қалады да. Енді Райстың сол күні жұлдыз жанып тұрды енді. Бірақ басқа ойындарда ондай мүмкіндіктер бола ма, басқа ойындарда ондай соққы жасауға дайын бола ма, бұл Аллаға белгілі да. Қазіргі таңда салыстыруға да болмайды Пари Сен-Жерменді Реалмен. Реал бұл тек қана жеке шеберлік арқылы сондай ойнайтын команда. Барселонаға қарсы мүмкін бүкіл максимумды көрсеткен сияқты. Ал қазіргі таңда Пари Сен-Жермен болсын, Арсеналға қарсы болсын, Чемпиондар лигасында Реал қарсылас емес. Ол өзін толыққан келсем. Мүмкін келесі маусымда басқаша болады. Менің ойымша бір эволюция, бір жартылай қорғаушы керек оларға түсінікті. Ал осы кезде модельге байланысты, ойын моделіне байланысты Пари Сен-Жермен ыңғайсыз қарсылас Арсеналға. Дембеле қалай ашылып жатыр, Витинья мен Руистің жылдамдығы және олардың бір іс-әрекеттері, сонымен қоса Рубен Невешті бүгін мен ойымша бүкіл басқа бір сарапшылар осындай бір студияларда отырып Дембеле, Кварацхелия және Дезири Дуэ айтып атқан сияқты. Ал Нұркен мырза басқа ойыншыларды тауып алды. Фабиан Руис пен Витиньяны сол туралы айтып отыр. Неге мен оған внимание аударып отырмын, оның алдыңғы бағдарламада ПСЖ талқыны айтқанбыз. ПСЖ-ның бір ерекшелігі, оның ортадағы 3 жігіт бар ғой, олардың әрқайсысы плеймейкерлік қасиеттері бар ойыншы. Плеймейкер дегеніміз ол ойлау қабілеті жоғары ойыншылар. Ойлау қабілет дегеніміз ол тек қана доппен жұмыс жасау емес, қайқа пас берем дегеніміз, ойлау қабілеті ол зона аша білу, предчувствие дейді ғой, кімнің қайға қозғалуын түсіну, ойынды түсіну. Осы ПСЖ-ның бір ерекшелігі, осы 3 ойыншы, Руис, Невеш, Витинья, әрқайсысы бір-біріне деңгейлі жаңағы IQ бір-біріне сәйкес келетін ойыншылар ғой. Бұл жаңа ПСЖ-ның осы маусымдағы басты преимуществосы. Енді барлық жанкүйерлер енді алдағы гол соғатын жігіттерге
внимание аударады, иә. Кварацхелия ғана внимание аударады, себебі жаңағы 2-3 ойыншының алдында өтетін жарқын жұлдыз ғой. Бірақ футбол тек қана дриблинг пен соққыдан тұрмайды. Тағы да қайталап өтем, футбол ол интеллектуалды ойын. Және де сенің осы орталықтағы осындай ойыншыларың болса, және демек сенің командаң жоғары жетістіктерге жету мүмкін. Бұл жерде мен Артетаға қарсы тағы да бір сұрақ қойғым келіп тұр. Артетаның бұл 5-ші маусымы? 5-ші маусым сияқты, иә. 5. Мен ойлаймын, егер де қазір Артетаны қорытынды шығарып, Артетаны алып тастаймыз деген әңгіме жүріп жатса, жаңадан келген бапкер оған қайтадан бәрін бұзып, қайтадан жинақтау керек болады. Негізі бапкерге 3 маусым беріледі. 3-ші маусымда бапкер нәтиже беру керек. Бұл әлемдік тенденция, білмеймін, Артетаға тиіспей, бұл жерде көбірек ақша бөлу керек сияқты. Нико Уильямс сияқты, Дьокериш сияқты ойыншыларды көбірек алу керек. Дьокериш емес, мен айтып жатқаным сол, Арсеналдың ойын философиясы сондай, оларға орталық шабуылшы керек емес. Оларға ең біріншіден партияның орнына бір басқа альтернативді ойыншы керек. Бұл мүмкін Субименди. Одан кейін сол қапталға Мартинеллидің орнына басқа вингерді табу керек. Нико Уильямс. Иә, Нико Уильямс. Менің ойымша бұл дәл қазіргі таңда нақты, түсінікті бағыт. Осы екі ойыншыны сатып алса. Плюс тағы бір қорғаушы мүмкін. Габриэл немесе Салиба жарқатты алып алса, оның орнына шыға алатын. Өткен Барселонада көріп тұрмыз ғой. Араухо мүмкін. Біз қаншама рет айтып жатырмыз да, қателіктері көп болса да, ол бастапқы құрамда шығып жатыр. Және Пау Кубарси немесе Иниго Мартинесті жоғалтпай өз-өзінің деңгейін көрсетіп, және ойын мәнерін, ойынды қалай качествосын төмендетпей жүре алады. Тағы да осы ойынға қатысты менде тағы да мындай ой келді да, мен ана La Gazzetta dello Sportқа кіріп картинкілерді қараймын, мен итальянша түсінбеймін дейсің ғой. Жоқ, қалжыңдап отқаным ғой. Негізі бір аналитиктің пікірін оқыдым. Осындай ойындарда енді кейбір ойыншылардың прыгнуть выше головы дейді ғой, өзінен күтпеген заттарды жасайтын дүниелер күтеді ғой мысалы. Мына ойында негізінде жаңа өзінің шеберлігін көрсететін, өзінің жаңа көшбасшылығын көрсететін ойыншылардың бірі Мартин Эдегор болды. Бірақ Мартин Арсенал фанаттарының өкінішіне орай дым көрсетпеді, шыны керек. Айтып атқандай артынан біреу жабысып ойнаған жоқ оны, ойнатпады деп айтуға болатындай. Бұдан бөлек Сакада. Мысалға, Сака мен Ямальды алайықшы. Екеуі бір позиция ойнайтын ойыншы. Бірақ Ямальдың Барселона шабуылдарына көрсеткен ықпалдығын көрдіңіздер ғой. Керемет. Ал Сакада доп алады, Мартин Эдегор екеуі бір-біріне пас береді, ары қарай жаңағы когда нужно действовать дейді ғой, андай әрекет болмайды да. Мен соған таң қаламын да. Білмеймін, Сака енді жарақатынан айығып, мүмкін бабына кірмеген шығар, мүмкін әлі ол деңгейге жетпеген шығар деген сияқты. Ямалдың, мен Саканың фанаттар ренжімесін, бірақ Ямалдың деңгейі бір бөлек сияқты ол. Жоқ, Саканы кіммен салыстыруға болады? Рафиниямен салыстыруға болады да. Ямальмен емес, өйткені жеке шеберлік, техника, дриблинг арқылы ол солай 2-3 ойыншыны өтіп соға алмайды. Ол бірде-бір ситуацияда өзін жақсы көрсете алады. Одан кейін тактикалық жүріс арқылы ол сондай жақсы мүмкіндіктерді таба алатын ойыншы. Ал Мартин Эдегорға қатысты келетін болсақ, егерде ол осындай ойындарда өзін көрсетіп, нәтижелі пас беріп гол соғатын болса, Мартин Эдегорды нағыз әлемдік деңгейдегі жұлдыз деп атауға болатын еді. Әзірше бұл ортан қол деңгейдегі ойыншылардан сәл жоғарылау ойыншы деп айта аламын. Арсенал фанаттары ренжімесін, бірақ керек ойындарда осындай ойыншылар өзін көрсете білу керек. Гаспарти қайта оралсын. Мен ойымша мүлдем басқа ойын болады Пари Сен-Жерменге қарсы. Өйткені Райс та өз позициясында қайта оралады. Одан кейін Эдегорда көбірек мүмкіндіктер туындайтын сияқты. Ал осы ойында, бірінші ойында Маркиньес 2 таза мүмкіндік жасады өз командастастарына. Ал Сака бір ғана мүмкіндік солай тапты. Негізі Арсеналдың енді жанкүйерсіз ғой. Неге енді ПСЖ-ның киімге аласың? Оны Парижде сатып алдым да сондықтан. Айди келдім. Парижде емес, Мецте. Бұл Эйр Жордан ғой енді. Финалға шығатын команда не жейсің? Мен болсам Дембеленің ойыннан кейін өртеп тастайтын едім, далаға шығарып. Балконға лақтырып тастайтын едім. Мүмкін 70-те 40, 70-те 30 қазіргі таңда шанс туралы айтсақ, Пари Сен-Жермен фаворит бірінші ойыннан кейін. Бірақ Парти
стандарттар, одан кейін Мерина орталық шабуылшы ретінде шықса, мен ойымша Арсеналда жақсы мүмкіндік болады. Жалпы енді бірінші таймда солып тастады. Екінші матчта жалпы Арсеналдың камбэгіне сенесіз. Әлде, иә. Нұркен мырза. Үмітсіз шайтан деп отыр ғой енді. 0-2, жігіттер, 0-2, 1-3 есеп емес. 0-1, әлде. Сондықтан сенемін. Мүмкіндік бар деп айтуға болады енді, иә? Толыққанды. Жоқ, мен жігіттер бұл ойынға қатысты мен болжам айтқым келмейді, себебі айтып тұрмын ғой, бұл Сіз жеңіп тұр ғой де. жоқ, бұл кезеңде енді айтып тұрмыз ғой, жаңағы магия болуы мүмкін да. Қаншама рет біздер осы кезеңде чемпиондар лигасын қараймыз, неше түрлі камбэктер болып жатыр, иә. Бұл ойында енді Артетаның жаңағы тактикалық нелері, жаңағы қасиеттері және де бұл енді тренерлердің тактикалық ойыны ғой, шахмат сияқты. Әрине. Егер де Артета Луис Энрикеден мықты болса тактикалық тұрғыда, ол демек келесі ойынға жақсы дүниелер дайындау керек. Күтпеген дүние дайындау керек. Соны дайындай білсе, онда Арсенал әрі қарай өтуі мүмкін. Және Николя Жоверға сенім артамыз. Стандарттарды дайындайтын бапкер. Арсенал. Мүмкін. Бірақ меніңше Арсеналға бұрыштамалар керек. Себебі қарапайым айып соққылардан осы ойында болды ғой, мүмкіндіктерін ештеңе істей алмады. Стандарттарда көреміз енді қалай болады. Интер сияқты бір 2-3 бұрыштамадан гол соғып тастаса болды. Мүмкін. Оны да көрдік қой. Иә. Оны келесі бағдарламада Оны сын айтамыз ғой. өзін удешать етіп отыр да. Мынадан істеу мүмкінбіз біздер. Енді Арсенал ПСЖ, иә, енді толыққанды талдадық. Енді алдағы ойыннан өте бір жақсы бір сіз айтқандай магия күтеміз. Шыны керек, енді келесі ойын бұл ойыннан 2 есе тартысты болады, және шешуші матч. Қанша дегенмен де финал, иә, қаншама Арсеналдың енді қаншама жылға енді бір арманы шығар. Өйткені шынында да трофей ұтпаған біршама жыл болды ғой, енді Барселона екеуінің. Барселонада енді барын салып жатыр, енді 10 жылдан кейін Чемпиондар лигасының финалына шығып қалу мүмкін. Енді кімді көргіңіз келеді негізі финалда? Шындарыңыз айтыңыздаршы. Қай командаларды көргілеріңіз келеді? Менің итальяндық команда бар болғандықтан, мен енді Ювентустың 20 жылдық стажы бар жанкүйермін ғой. Бірақ Интер енді Ювентустың қарсыласы дегенмен де мен итальяндық команда бар болғаны қуанам. Себебі итальяндық команда болған жерде тактика болады, міндетті түрде құйтырқы бір керемет заттар болады. Сол себепті мен Интер мен мүмкін ПСЖ-ның. Иә. Мен ойымша бір екі фаворит бұл Пари Сен-Жермен, Барселона. Болса да. Иә, ендеше жалпы енді толыққан талдап өттік деп ойлаймыз. Және енді айтатын бір тағы бір ақпараттарымыз болса, бір тың осы Арсеналға ПСЖ-ға қатысты бірден айтып өтейік. Ақпарат жоқ, ойын күтеміз асыға, магия күтеміз, себебі қарапайым футболды, чемпионаттар қарап отырып көріп отырмыз ғой, ал чемпиондар лигасы бұл міндетті түрде элит класты футбол, топ деңгейдегі футбол, сол себепті тек қана соғылған голдар емес, осындай керемет тактикалық дүниелер болса, біз міндетті түрде соны күтеміз, себебі оны саралай аламыз, және де көрермендерге саралап соны көрсете аламыз. Достар, осылайша енді біз осы жерден келесі шығарымды тәмамдаймыз, және студиямызда ол әрине Дидар Қадыров, Нұркен Мырзағалиев өздерінің тұшымды ойларын айтты. Енді келесі шығарымдарда кездескенше аман сау болыңыздар.